Басқа ұлттың нанын пісірейік. Өте керемет болып шығатын турецкий лепешкаларды бірге жасайық. Ассалям алейкум, қош келдіңіз каналыма. Құрамына кіретін барлық заттарды описание бөлімінде жазып қалдырамын. Бізге керегі су, сүт, ашытқы, қант, тұзды қосамыз. Барлығын қосып араластырайық. Ұнды 3-тен 1 бөлігін ғана қосып, жақсылап араластырып, 20-30 минутқа қоямыз. Қамырымыз сәл тұрды, осылай болып көтеріледі. Үстінен 1 жұмыртқаны қосып, сұйық майды құямыз. Қалған ұнды қосып шығамыз. Қазір жақсылап тұрып, қамыр елейтін боламыз. Біздің каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. Бізді жоғалтып алмас үшін. Арнамызда сан түрлі рецепттер бар. Бәрі өте керемет болып шығады. Егер де сізде сұрақ туындайтын болса, комментарияға жазыңыз. Мен міндетті түрде жауап беремін. Қамырымыз өте эластичный болып шығады. Видеода көрсетіп тұрғандай, жұмсақтықта болуы қажет. Енді осыны 2 сағатқа қойып қоямыз. Әбден жақсылап көтерілу қажет. Уақытыңыз болмай жатса, 1 сағат жеткілікті. Қамырымыз осылай болып көтеріледі. Өте керемет воздушный қамырымыз дайын болды. Енді оны өзімізге керекті бөлшектерге бөліп шығамыз. Менде 6 дана шықты. Ыдысымызға сұйық майды жағып, қамырды қойып, ортасынан басып шығамыз. Дәл видеодағыдай көріп тұрғаныңыздай істеу қажет. Бірден сары жұмыртқаны жағып, пешке қоюға болады. Немесе осылай орамалды жауып, 1-2 минуттай тұрса да жеткілікті. Қызып тұрған пешімізге 200 градуста 20 минутқа қоямыз. Қыздар, өз пешіңізге қарап қойсаңыз болады. Үстінен кунжутты себуді ұмытпаңыз. Осымен біздің өте керемет нанымыз дайын болды. Қараңыздар. Үстінен сливочный масланы жағып шығайық. Түріктердің осындай керемет өте дәмі зор болып шығатын нанын сіз де жасап көріңіздер. Бір рет болса да жасап көруіңізге кеңес беремін. Сізге видео ұнаса, осы видеомен бөлісуді ұмытпаңыз. Менің каналыма тіркеліп қойыңыз, мені жоғалтып алмас үшін. Лайк басып, комментария жазыңыз. Бұл видеоның дамуына үлкен үлестеріңізді қосасыздар. Дәстүрлі дастарханмен дастарханыңызды жайнатып жүріңіз. Сіздермен бірге болған Алия. Қазақ тіліндегі арнамызды YouTube каналда дамытайық бірге. Келесі видеода аман саулықпен кездескенше.